Қазір сіздермен математикалық индукция әдісі арқылы мына теңдіктің орындалатындығын дәлелдейік. Бұл жердегі n деп отырғанымыз натурал сандар. n тиісті натурал сан деп көрсетіп қояйық. Жалпы математикалық индукция әдісі 3 қадамнан тұрады. Біріншісі, яғни бұл n тең 1 үшін бұл теңдіктің орындалатындығын тексеріп көрейік. Яғни бұл нені білдіреді? n тең 1 деп отырғанымыз, мына теңдіктің сол жағына назар аударсаңыздар, мен n-нің орнына 1-ді қойсам, яғни алғашқы бір мүшесін жазады екен. Ал егер n-нің орнына мен қазір 2-ні алатын болсам, демек онда 1 қосу 2, яғни 2-ге дейінгі сандардың қосындысын білдіреді екен. Тура осылай егер сіздер n-нің орнына 5-ті алатын болсаңыздар, онда теңдіктің сол жағында 1 қосу 2 қосу 3 қосу 4 қосу 5 тұратын еді. Яғни мен қазір n-нің орнына 1-ді алдым. Демек, онда теңдіктің сол жағында 1 тұрады екен, ал теңдіктің оң жағында мына тұрған n-дардың орнына мен 1-ді жазам. Сонда 1 көбейтілген 1 қосылған 1 бөлу 2. Ал енді осының орындалатындығын көріп отырмыз. 1-ге 1-ді қоссақ 2, яғни 1 тең 1 деген теңдігіміз орындалып тұр екен. Ал енді келесі екінші қадам, бұл n тең k үшін бұны дұрыс деп ұйғарады екенбіз. Яғни бұл жердегі k деп отырғанымыз бұл қандай да бір натурал сан. Ал енді мен осыны жазайын, сонда 1 қосу 2 қосу 3 қосылған k-ға дейінгі мүшесін жазайық. 1 қосу 2 тағы да сол сияқты қосылған k бұл тең k қосылған 1 және де бөлу 2-ге тең екен. Міне біз бұны дұрыс деп ұйғарамыз. Ал енді келесі үшінші қадам, n тең k плюс 1 үшін тексереміз. Яғни, біз қазір осы k плюс 1 үшін орындалатындығын көрсетсек, онда мына формуланың, яғни мына теңдіктің ақиқат екендігін дәлелдейміз. Ал енді мен бірінші k-ға жетпес бұрын, мен бірінші k-ны басып өтемін ғой. Демек, тура осылай біз бірінші k-ға дейін жазып алайық. 1 қосылған 2 қосу 3 қосылған тағы да сол сияқты k-ға дейін жетіп аламын. Содан кейін барып, мына k плюс бірінші мүшесін жазайық. Ал қазір біз енді мына теңдіктің оң жағындағы тұрған k-лардың орнына k плюс 1-ді қояды екенбіз. Сонда k қосылған 1, келесі k қосылған 2 бөлу 2-ге тең екендігін қазір дәлелдеуіміз керек. Олай болса мен қазір теңдіктің сол жағынан мына оң жағының шығатындығын көрсетейін. Олай болса, міне екінші қадамда 1-ден бастап k-ға дейінгі сандардың қосындысы мынаған тең екенін көрдік қой. Олай болса соны жазайын. k көбейтілген k қосылған 1 бөлінген 2 қосылған k қосылған 1. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бұны 2-ге көбейтеміз. Сонда k плюс 1 бұл ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығады екен ғой. Демек, жақшаның ішінде k қосылған 2 қалады. Сонымен міне k қосылған 2 бөлінген 2 шықты. Сонда көріп отырғандарыңыздай, біз міне теңдіктің сол жағынан оң жағының шығатындығын көрсеттік. Яғни мына n-нің орнына k плюс 1-ді қойған кезде де бізде ақиқат екендігі көрініп тұр. Дәлелдедік міне. Сонымен осымен дәлелдеуіміз міне аяқталды. Сонда математикалық индукция әдісі деп отырғанымыз бар жоғы 3-ақ қадамнан тұрады екен. Біріншісі n тең 1 үшін тексересіздер. Екіншісі n тең k үшін дұрыс деп ұйғарасыздар. Үшіншісі n тең k плюс 1 үшін осының орындалатындығын көрсетсеңіздер жеткілікті екен.